Құрметті қазақ елі, Зиннур Исламның жағдайы қазір бізде бүгін операция болды. Операция жақсы аяқталып, катетерді қойды. Бізде өткендегі МРТ результаттары жақсы шыққан жоқ. Ісіктер бүкіл жеріне тарап кеткен. Бізді емдеп шығаруға үлкен қиындық бар деп айтты. Қиын жолмен ремиссияға шығады деп айтты. Бірақ көп еңбектену керек деді. Қиындықтар көп болады деді алда. Зиннур Ислам баланың емделіп шығуына көмектесіңіздер, өтініш сіздерден. Зиннур Ислам балам, сіздердің көмектеріңізге мұқтаж. Қазір біз қиналып жүрміз. Бізде толық сумманы құйған жоқ, біз әлі 20%-ін ғана құйдық. Бізде ар жағында әлі үлкен сумма жатыр. Нұрислам балам, сіздердің көмектеріңізге мұқтаж, өтініш сіздерден көмектесіңіздерші. Баламның ары қарап емін алып, емін жалғастыруға көмектесіңіздер, өтініш сіздерден. Алла разылығы үшін. Ассалаумағалейкум қазақ елі, шұғыл өздеріңізде көмек сұраймын достар. Құрметті бауырлар, біздің қазір құйған ақшамыз ада болды деп жатыр. Құрметті достар, кеше бізде жоспарда жоқ операция өтті. Сондықтан біздің ақшамыз әлі жетпей жатыр достар. Өздеріңізге мәлім ғой достар, әлі біз көп сума ақша құюымыз керек. Әлі 138 миллион ақшамыз бар әлі құятын достар. Көмек беріңіздерші. Біз Нұр Ислам емін тоқтатуға болмайды достар. Аллаға шүкір, Нұр Исламның жағдайы кішкене жақсарып қалды, Аллаға шүкір. Көмек сұраймын достар. Өтініш сіздерден. Алла разы болсын достар. Көмек беріңіздерші. Өтініш сіздерден. Şans bulup akan calarda Səbidim bəri baxıtdım Boluşun caraldım Günahsız tuğan balalar Әкешім, егер мен ойнанбай қалсам ше. Олай болуы мүмкін емес балам. Сен менің жүрегімсің. Ал мен жүрексіз өмір сүре алмаймын. Егер менің өмір сүргенімді қаласаң, мықты болуың керек. Қорқып тұрмын. Құдайдан бәрінің жақсы болып кетуін сұра ұлым. Құдай құлының жайған қолын құр қайтармайды. Сосын дәрігерлердің айтқанын істе. Жарай ма? Құдай мені естей ме? Ол сенің сыбырлап айтқаныңды естиді. Сен менің батырымсың ұлым. Ал батырлар ештеңеден қорқпайды және жыламайды, түсіндің бе? Түсіндім, әке. Жыламасын сәбиле. Қазақ елі, құрметті бауырлар, құрметті достарым, құрметті туысқандарым, Алланың қалауымен Нұр Ислам ұлымның операциясы сәтті өтті. Құдай қаласа енді ертеңнен бастап уже балада лечение жүреді, химия, иммунотерапия жүреді. Құрметті достар, өздеріңізге мәлім, біз Испания елі, Барселона қаласында үлкен госпитальдеміз. Сіздерден өтініш, біздің қазір қаражатымыз таусылды. Бізге ары қарай бізге ем жүру керек достар. Көмектеріңізге мұқтаж біз достар. Біз 50 мың евро ғана құя алдық. Біздің толық суммамыз 328.800 евро. Қазір соның теңгеге шыққанда 165 миллион теңге болады достар. Сіздерден өтініп сұраймын достар. Қолдап жіберіңіздерші, өтініш бауырлар. Алла разы болсын бәрімізге. Алла баршамызға разы болсын. Жас болып
Ассалаумағалейкум, құрметті достар, құрметті ағайын. Бүгін енді сіздерге мен айтайын деп отырғаным кішкентай Нұрислам атты балапанның денсаулығына байланысты сіздерге хабар бергім келеді. Алла пендені баламен сынамашы деп тілейді ғой. Дегенмен де Алланың ісі шығар, сынақ шығар. Қазір Нұрислам 5 жастағы баламыз Испания елінде Барселона қаласында емделіп жатыр екен. Оның дертіне, ауруына 165 миллион теңге керек екен. Бұл енді аз қаражат емес. Әке-шешелері, тума-туыстары 25 миллион құйған көрінеді, қалған 140 миллионды құю керек. Сондықтан енді бұл аз қаржы емес. Сондықтан барлықтарыңызға өтініш жасаймыз. Садақа ретінде, көмек ретінде берулеріңізді 100 теңге болсын, 1000 теңге болсын, 500 теңге болсын, осы Нұрисламның шотына аударуларыңызды сұраймыз. Садақаларыңыз қабыл болсын, аман болайық, балалар ауырмасын.